Барлығыңызға қайырлы күн. Міне біз 1000 подписчикке де жеттік. Ал енді мен сіздерге өте жақсы ақша табу жолын айтатын боламын. Видеоны толығымен көріп, толық түсініп алыңыздар. Дәл қазір мен сіздерге оның алдында 2 Telegram бот жайлы айтатын боламын, жақсы ақша төлейтін. Ол боттарға да тіркеліп көрсеңіздер болады. Дәл қазір боттар жайлы тез айтып кетемін. Одан кейін барып мен сіздерге жаңағы айтқан жақсы ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол жақсы ақша табу жолы Rea Мой заработок деген жақсы төлейтін приложениеге ұқсайды. Сол себепті де видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал енді видеоны бастамас бұрын осы каналға тіркеліп, лайк басып, сыңғырлататын басып қойыңыздар. Ал енді мен кеттім, бастаймын. Бірінші менде бот Gmail Farmer деп аталады. Бұл ботта өздеріңіз білесіздер, біз не істейміз дегенде Gmail фармит ететін боламыз. Әр фармит еткен Gmailға 6 рублей береді. Ол 6 рублей уайымдамасаңыздар болады. 7 күн бойы сіздердің Gmail'дарыңыз тексереді, холдта тұрады, 7 күннен кейін шығады. Одан кейін сіз 6 рубль ала аласыз без проблем, ешқандай уайымсыз. 6 рубль деген бір Gmail'ға өте жақсы ақша. Мысалы 10 Gmail ашсаңыз нормально. Зато бірақ 6 күн сәл күтесіз, ештеңе алмайды деп ойлаймын. Ал екіншісі менде Напивас бот деп аталады. Бұл бот өздеріңіз білесіздер, бізге сұрақтарға жауап бергеніміз үшін 50 рубль төлейді, бірақ сұрақтарға жауап беру өте қиын. Бұл жерде одан жақсы ақша табу жолы бар. Әр шақырылған досқа массовый приглашение деген басып, әр досыңыз шақырсаңыз, сіз 1 рубль ала аласыз. Мысалы 100 досыңыз шақырсаңыз 100 рубль аласыз. Қалай дос шақыру керек екенін мен алдыңғы видеода толығымен көрсетіп бердім. Сол видеоны көріп, дос шақырып ақша тапсаңыздар болады. Бұл мен қазір Gmail Farmer, Напивас және де қазір айтатын ақша табу жолын барлығын сіздерге толығымен көрсететін боламын. Ал енді Напивас жайлы айтып қойдым. Дәл қазір барлығының ссылкасын Telegram каналыма тастаймын, сол жерден көрсеңіздер болады. Ал енді мен сіздерге айтпақшы болып отырған жақсы ақша табу жолы ол легкий деньги деп аталады. Бұл жерде біз қалай ақша табамыз деген сұрақтарыңызға қазір жауап аласыздар. Бұл жерде біз міне өте көп ақша табу жолдары бар. Біріншісін басынан бастап айтып берейін. Задание деген жерде бұл заданиеда біз не істейміз? Қазір кіріп көреміз. Міне Google Play'дан дәл осы приложениені жүктейміз. Жүктеп болғаннан кейін 30 секунд ашып тұрамыз. Одан кейін 3 күн бойы өшірмейміз. Просто 3 күн өшірмейсіз, болып. Мысалы 3 күннен кейін өшіріп тастай берсеңіз болады. Сіз дәл осы айтқан заттарын істегеніңіз үшін сізге 82 копейка береді, яғни 0,82 рублей. 0,82 рублей просто приложениені тартып, соткаңызда 3 күн ұстағаныңызға кіріп ойнаудың қажеті жоқ. Сол себепті де мен ойымша болады деп ойлаймын. Міне бұл жерде тоже осындай заданиялар өте көп. Дәл қазір менде 5 тұр. 5-ін орындасаңыздар қайтып көбейе береді. Көп орындаған сайын задания менің ойымша көп шығады. Ал сіздерге қазір мен видеоның соң жағында қалай тегін 2 рубль алуға болатынын көрсететін боламын. Сол себепті де видеоның соңына дейін көріңіздер. Одан кейін задание от Fiverr деген бар. Бұл жерде біз не істейміз десеңіздер, бұл жерде біз ойын ойнап ақша табатын боламыз. Қазір ашыла салсын, көрсететін боламын. Бір түрлі негізі осы задание Fiverr деген кейде ашылады, кейде ашылмайды, бірақ қазір ашылмаса типа бұл жерде мынандай ойындардың список тұрады. Сол ойынды скачать етіп, осы программа арқылы ашып, белгілі бір уровеньге жетсеңіз, сізге сол ақшаны береді. Мысалы 23 рубльдік заданиялар бар, 40 рубльдік заданиялар бар, даже 50 рубльға дейін баратын заданиялар бар. Менде дәл қазір үшіншісі қосылып кетті. Үшіншісінде My Video деген бар. Бұл жерде типа біз видеолар көргеніміз үшін бізге ақша төлейтін болады. Қазір мен сіздерге шыққанда көрсететін боламын. Және де мен қазір уже видеоны бастап кеттім көруді. Қанша ақша беретінін қазір видеоны көріп болғаннан кейін көретін боламыз. Бұл жерде де аз ақша төлейді, бірақ видео көру білесіздер оп-оңай нәрсе. Просто басып қоясың, күтіп отырасың. Бұл жерде в основном реклама лохотрондар болады осындай. Бұндай лохотрондарға сеніп скачать етіп жүрмеңіздер. Көп ақша табасын деген жерлердің көбісі лохотрон. Мені қазір жабамыз. Міне видео map art деген ғой.
міне осы жерде типа міне AdColony деген бар, MapArt деген бар. Осы екі жерден де видео көріп ақша тапсаңыздар болады. Қазір бізге ақша түсті ма? Правда айтып керек. Міне түсті. 0.05 рублей берді. Видео көргеніміз үшін бізге 0.05 рублей көреді. Міне мынау типа AdColony и MapArt деген екі жерде де біз видео көріп ақша табатын боламыз. Ал үшіншісі AdSense деген бұл типа екінші жер сияқты. Мен сіздерге жаңа айтып кеттім ғой, бір ойын тартасыз, белгілі бір уровеньге ойнайсыз. Сол уровень бітіргеннен кейін сізге автоматты түрде ақша түседі. Міне бұл жерде де тоже сондай. Опростар бар и типа сұрақ жауаптар бар. Но в основном мысалы кейбір ойындарды көрсеңіздер болады. Типа заданиені аласыз. Міне осы жерден типа онлайн ойын. Осы ойынды ойнайсыз. И белгілі бір уровеньге жетесіз. Сол кезде сізге ақша түсетін болады. Бұл жерде походу әшейін сәл ойнасаңыз болды, 1.26 рубль береді. Ал 9 рубльдіктер ол жерде көбірек ойнау керек. Тоже неме? Бұл AdColony деген бағана айтқан видео көретін. MapArt и AdColony деген тоже видео көретін жерлер. Бірақ MapArt'та видеолар 30 секунд болса, AdColony'да 11 секунд болады. Типа мен көрдім қазір, мен AdColony, MapArt. Қазір мен AdColony дегеннен көрдім, жаңа MapArt дегеннен көргем. Бірақ ақшасы бірдей. AdColony'да аз видеолар, ракетаның суретін көрсетіп қойған, MapArt деген көбірек. Ал мынау Fiverr деген мен де жаңа ашпаған болатын. Тағы да ашпады, не себепті екенін білмеймін. Бірақ негізі ашады. Мынау задание аты лайки деген, типа бұл жерде сіз лайк басып ақша табасыз. Міне ВКонтактеде, Facebook, YouTube скоро ашылады. Ал ВКонтактеде сіз лайк басып группаларға қосылып ақша табатын боласыз. Ал смузи деген менде всегда жабық тұрады. Бұл не екенін білмеймін мен. Бірақ сіздерде ашып қалуы мүмкін. Менде смузида всегда задание жоқ деп тұрады. Ал одан кейін бұл жерден қалай ақша шығарамыз? Міне вывести деген жер кіресіз. Бұл жерде барлық страна бар почти. Қазақстан деген кірсеңіздер, мені көрініп тұр. Теле2-ға шығаруға болады, Билайнға шығаруға болады, Вебманийге, Payeer'ге. Жоқ, мынау Қазақстан емес, по идее. Міне Қазақстан. Азбекешке, Payeer'ге, Вебманийға, Payeer'ге тоже Вумер, Яндекс.Деньги. Ал Кивиға шығарам десеңіздер, все страны деген таңдап, мына жерден Киви рублей деген басасыз. Бұл жерде минимальный сумма 10 рубль. Ал енді сізге қалай тегін 2 рубль алуға болады? Дәл қазір мен сіздерге міне осы промокодты өзімнің телеграм каналыма тастаймын. Сол телеграм каналдан осы приложениені скачать еткен кезде осы промокод жазсаңыздар, сіздерге 2 рубль бонус беретін болады. Сол себепті де обязательно скачать еткен кезде менің промокодым жазыңыздар. Сіздерге менің промокодым жазғаным үшін 2 рубль береді. Сол себепті де осы промокодты мен өзім телеграм каналыма тастап кететін боламын. Ал енді видео тыңдағандар үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.